Бақытты отбасы көрінісіне саяхат жасаймыз. Сол көріністерді елестету арқылы шын бақытты отбасының иегері атанасыз. Денеңізді босатып, көздеріңізді жұмыңыз. Тәтті ұйқыда жатыр едім. Ақырындап көзімді аштым. Жылы төсегімде, өз баспанамда. Оянғаныма шүкір етіп, аузымнан алғашқы шыққан сөз әлхамдулиллах болды. Әлхамдулиллах. Орнымнан тұрып, сүйікті жарымның келбетіне сүйсіне қарадым. Құдай қосқан қосағымның жақсы адам екенін білемін. Ішімнен алғысымды білдіре отырып, бетінен сүйіп ояттым. Әлі таң ата қойған жоқ. Келесі бөлмеге ақырындап барып, атамды, енемді оятып, барлығымыз жуынып, тазаланып, құлшылық ғибадатымызды жасап, таңғы дұға тілектерімізді оқып, жаратқанға қол жайып отырмыз. Мен де жүрегімнен шыққан тілегімнің орындалатынына нық сеніп отырмын. Мен әлемнің иесі Алла тағаладан сұрап отырмын. Ол өте мейірімді, ерекше рахымды. Осылай дұға етіп болып, нұр құйылған алақаныммен бетімді сипадым. Әумин. Ас үйге кірдім. Шәйнек толтыра су құйып. Я Аллам, осы суды бергеніңе шүкір. Берекетімен беріп, осы сумен бойымызға тазалық, мөлдірлік дарыта көр. Деп дұға еттім. Шәйнегімді көгілдір отқа қойдым. Пешім, ошағым, әрдайым ошағым лапылдап тұрсыншы. Түтініміз әрдайым түзу шықсын. Ыстық ықыласымызбен, махаббатымызбен оттай лаулап тұрсын деп іштей Тәңірден тілек тіледім. Үй іші тап-таза, жайнап тұр. Жаныңа не керек, бәрі бар. Үйдің атмосферасы кең, жайлы, біркелкі, берекенің иісі аңқып тұр. Себебі менің мінезім жайлы. Себебі үнемі үйде күлімсіреп, әндетіп жүремін. Ас үйге кірдім. Үстелге әппақ, оюлы, берекелі дастарханымды жайып келіп жібердім. Дастарханымыз мол болсын, ризығымызды адалынан бергейсің, әр-разақ, әл-ғани, сен байсың деп көркем Алланың есімдерімен есіме алдым. Өз қолыммен, махаббатыммен жасаған түрлі асты дастарханға жайғастырып, сүт ысытып, қою, күрең, шай дайындап, буын бұрқыратып қойдым. Дастарханға үйдің құрметтілерін шайға шақырдым. Шайға! Жататын бөлмеге барсам, балаларым тойған қозыдай томпиып ұйықтап жатыр екен. Беттерінен сүйіп оятып алдым. Бәріміз дастарханның басына жиналдық. Күліп, ойнап, әңгімелесіп, жарасып отырмыз. Жайдары мінезбен берген ас әр адамға арқау болары анық. Жымиып, жақындарыма қарап отырмын. Жолдасыма да жымиып ұрлана қарап қоямын. Ол да маған күлімсіреп риза болғанын байқадым. Егер ерлі зайыптылар жымиса, Алла да мейірімін төгеді екен. Іштей шүкір айтып, бақыт энергиясы білініп тұрды. Енем де жүзі жадырай қалды. Енеме іштей менің қателігім болса, кешіріңізші деп үнемі алғыс айтып жүремін.
сол себепті де біз тату тұрамыз. Осы бақытқа куә болған балаларым да әкесінің, атасының маңайынан, мойнынан ойнақтап жүр. Төрдегі атам да асты батасымен аяқтады. Отағасы да жұмысқа жиналды. Жаратқан ием, жұмысына береке бер, ісіне оңайлық бер. Басқан әр қадамын құтты қылып, сәттілік серігі болсын. Бәле жаладан сақтай көр деп Аллаға тапсырдым. Арнайы тазалап қойған аяқ киімді киіп, маңдайымнан сүйіп, жұмысына кетті. Аллаға аманаттап шығарып салдым. Әрі қарай мені үйдің шаруасы күтіп тұрды. Үйдегі әр қызметім үшін сауап жазылатыны қатты қуантады. Сондықтан үй тірлігін бар ынта жігермен қуана жасаймын. Мен бақытты анамын. Мен сүйікті жармын. Бақытты от анасымын. Ардақты анамын. Үлгілі келінмін. Біз бақытты, үлгілі отбасымыз. Аллаға шүкір. Санамда осындай керемет сөздер, сезімдер жаңғырып тұр. Ас үйге қарай бет алдым. Сол кезде терезеге қарасам, біздің бақытты отбасымызға қарап, шаңырағымызда күлімсіреген күнде нұр шуағын шашып тұрды.